Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мектеп жасына дейінгі балалардың адамгершілік тәрбиесінің теориялық негіздері. Жоспар бойынша адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі ұғымдары, мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің міндет, мазмұн, мақсаты, құралдары, әдістері, ұжымшылдық өзара қатынас тәжірибесін қалыптастыруға жағдай туғызу, сонымен бірге патриоттық азаматтық тәрбиелеудің теориясы мен жүйесі, азаматтық тәрбие берудің мақсаты, міндеттері, мазмұны, мектеп жасына дейінгі балаларды азаматтық патриоттыққа тәрбиелеуді ұйымдастыру әдістері, тәсілдері, формалары қарастыратын боламыз. Адамгершілік тәрбиесі жастардың қоғамға, отбасына, еңбекке, білімге, отанға, жер бетіндегі бейбітшілікке қатынасын қалыптастырады. Осы заманға адамгершілік тәрбиесі жекелеген бағыттарға емес, адамгершілік құндылықтарға негізделеді. Адамгершілік тәрбие балаларды азаматтың және нақты қоғамның рухани байлықтарына араластырудың мақсатты бағытталған процесі. Адамгершілік қасиеті өзекті мәселе, қайырымдылық, достық қасиеттері жатады. Орта. Мектеп алды балаларды адамгершілік тәрбие құралы боп, балалардың жеке әрекеттері табылады. Оған ойын, еңбек, оқу, көркемдік әрекет. Тәрбие құралы функциясын орындағанда әрекетті әр түрінде ерекшелігі бар, бірақ та осы құрал тап мұндай қызмет ең алдымен тәжірибелік адамгершілік тәртіпке тәрбиеленгенде қажет. Адамгершілік тәрбиенің нәтижесінде жеке тұлға бойында адамгершілік қасиеттерінің белгілі бір жиынтығы көрініс табуы жатады. Бұл қасиеттер қаншалықты берік қалыптасса, тұлғада қоғамда қабылдаған рухани қағидалар бойынша аз мөлшерде кемшіліктер байқалса, қоршаған ортада оның адамгершілік бағасы соншалықты жоғары болмақ. Лихачев педагогикалық процестің бүтінді логикасына, сондай-ақ адамгершілік тәрбие және өзін-өзі тәрбиелеу мақсаттарын шешуде оны ұйымдастыру логикасына сүйенеді. Осы негіздемеге сәйкес ол әдістерді 3 топқа бөліп көрсетеді. Тәрбиешілік ұжымда ұйымдастыру және өзіндік ұйымдастыру әдістері. Сенімді өзара әрекеттестік әдістер, яғни сыйлау әдісі, педагогикалық талаптар әдісі, сендіру, талдау, талқылау және жанжалдық жағдайларды талдау әдістері жатса, әсер ету әдістеріне түсіндіру, шиеленісті жою, армандарды өзекті қылу, сана сезімге бостандық әрекетке және әрекетке айналысу сияқты қасиеттерді айтады. Нечаев мектеп алды балаларды адамгершілікке тәрбиелеу әдістерін 2 топқа бөліп көрсетеді. Қоғамдық тәртіптің тәжірибесін ұйымдастыру, яғни бұл әдістерге әрекеттендіру әдісі, әрекет көрсету әдісі, бойжеткендер мен басқа балалардың өзара әрекеттерін ұйымдастыру әдісін қарастырса, мектеп алды балаларда адамгершілік түсініктерді, ой-пікірлерді бағалау, қалыптастыру, бұған әңгімелеу, көркем шығармаларды оқыту, суреттермен жұмыс істеу, оларды талқылау деп қарастырады. Жоғарыда аталған топтастыруларды қорытындылай келе, әдістерді біз өзіміз 3 топқа бөліп көрсетеміз. Адамгершілік мінез-құлықты қалыптастыру әдістері, адамгершілік сана-сезімді қалыптастыру әдістері, сезім мен қарым-қатынасты ынталандыру әдістері деп бөлеміз. Әдістер қандай да жақсы болғанмен, олар тек белгілі жағдайларда ғана нәтижелі болады. Кез келген әдіс баланы
етпейтін, оның құқығын бұзбайтын адамгершілікті болу керек. Әдіс нақты, мәнді болуы керек. Ол логикалық аяқталуын талап етеді. Әдісті қолдануға арналған алдын ала жағдайлар, құралдар дайын болу керек. Әдіс барлық балаларға және кез келген жағдайда бір типті, бір үлгіде қолданбауы тиіс. Тәрбиелеу әдістері әдепті қолдануды қажет етеді. Сол сияқты әдістерді қандай жағдайда болмаса болғанымен де олар белгілі жағдайларда нәтижелі қорытынды береді. Қай жағдайда? Яғни тәрбиеші оны тәрбиелеп жатқанын сезінбеу керек. Әдістерді таңдағанда қалыптасатын қасиеттердің қиындық деңгейін ескеру қажет. Адамгершілік тәрбие әдістерін қолдану шыдамдылық пен төзімділікті талап етеді. Мектеп алды балаларға адамгершілік тәрбиелеуде баланы әрекет тәсілдерге үйрететін тәжірибелік әдістерді басымды болу керек. Әдістерді бөлектеп емес, кешенді өзара байланыстырып қолданғанда жағдайда ғана әдістер өз нәтижесін көрсетеді. Адамның адамгершілік тәрбиесінің негізі мен көрсеткіші болып адамдарға, табиғатқа, өзін-өзі оның қарым-қатынас сипаты болады. Адамгершілік жағынан бұл байланыс жанашырлықпен, уайымдаумен, бауырмалдықпен, жақсылықпен, эмпатиямен көрсетіледі. Барлық осы көрсеткіштер мектеп алды жастағы балаларда қалыптасу мүмкін деген зерттеулер көрсетеді. Әдістердегі басты бағыт балаларға арналған махаббат, мейірім көрсету, жиі түрде мейірімді сөздерді қолдану, сипалау, баста адамдарға көрсеткен әр ақкөңілділікке баланың мақтау, жанашырлық, ықыласты білдіру тәсілдеріне үйрету, тағы басқаларды жатқызамыз. Ұжымшылдық – бұл күрделі интеграциялық қасиет. Ол сөзсіз ересек адамға толықтай тән болуы мүмкін. Мектепке дейінгі жастағы бірінші ұжымшылдықты қалыптастырудың базалық кезеңі ретінде қарастыру керек. 3-6 жастағы балаларға қатысты ұжымдық қарым-қатынастарды тәрбиелеу туралы, яғни өзара көмектесу, бауырмалдық пен достық, жауапкершілік пен мейірімділік, бастамшылдық пен сипатталатын қарым-қатынастарды айту дұрысырақ. Жапон мұғалімдері балаларды ұжымда тәрбиелеуге үлкен мән береді. Олар 1 жасқа дейінгі балалар тобында қазірдің өзінде ұжымда қалыптастыру туралы айтуға болады деп санайды. Бұл көзқарасты қолдаушылар ұжымының дамуы 2 кезеңде ажыратылады. Бірінші – жанашырлық кезеңі, екінші – автономды ұжым. Патриотизм. Патриотизм мәні отанға деген терең және саналы сүйіспеншілік. Оған бергендік, оның табыстары мен жетістіктерін мақтан ету механизмі, оны бұрынғыдан да құдіретті де және көрікті етуге барынша ұмтылу. Патриотизмнің бірден-бір өте дамыған формасы интернационалды патриотизм. Балалардың өмірінің алғашқы жылдарынан-ақ отанды сүю сезімі отбасындағы, бала бақшасындағы бүкіл қоршаған болмысты патриоттық атмосфераның ықпалынан туады деп түсіндіреді. Балаларды отанға деген сүйіспеншілік сезімі еліміздің қоғамдық өмірі, адамдардың еңбегі, табиғат жөніндегі білімдері мен ұғымдарын жинақтау процесінде бірте-бірте қалыптасады. Бұл күрделі сезім жақын адамдарға, туған өлкеге сүйіспеншілікпен өсіп өрбиді.